Өзбекстанға бару үшін құжаттардың барлығын жинап болдыңыз, иә? Иә. Балаңыздың Паспортын алсам, келесі аласыз. апта. Иә. Бұйтса, дүйсенбі күні біту керек, иә? Сосын өткенде чек сұраздар ғой менен, андай штрафтышы. Мен инім алдын, инім шығатын еді, банкомат барлық жерде. Осы, по-моему, паспорт алғаннан кейін шықпай қойды. Мына сумма ғой, төлеуім. Өткенде айттым ғой, 30% маған жеңілдік берді деп. Иә. Соны қазір 48.615 теңге. Пошта андай халық банкі бар деген, халық банктен шықпай жатыр. Былайша банкоматтан шықпай жатыр, өздерінің жеке басынан шықпай жатыр. Енді соны Қазпоштаға тапсырасың дедім, Қазпоштаға төлейсің деп. Төледіңіз ба Қазпоштаға? Жоқ, әлі барған жоқпын. Өйткені баламен енді келді нянка балама қарайтын. Баламен шыға алмай жатырмын суықта. Соған бүгін Алла бұйыртса төлеймін ғой, Құдай қаласа. Өйткені осы қағазды берсе, маған сот айтты, саған въезд қағаз береміз, кіруге де шығуға деп айтты. Мен бәрін сұрап біліп алдым. Өйткені мен кірсем қайтып шығамам мүмкін. Мен өйткені қайтым керек қой. Иә, дұрыс айтасыз. Отбасым үйіне. Енді жолдасыңыз бар, Жанар, сізді айыпқа бұйырмаңыз, қатты айтқаным үшін. Енді барлық сіздің құжаттарыңыздың бітуіне біз кәдімгідей барын салып, жәрдем беріп жатырмыз. Енді болмайтын нәрселерді тез төлеп тастауға болады ғой. Төлейміз соны, әрине. Өзіңіз де жұмсақсыз. Құжатқа келген кезде адам мықты болу керек, қатты болу керек, оны қарау керек, жоғалтпау, мейлі болар іс болды ғой. Бірақ кеше қанша күн өтті мына штрафты төлемегеніңізге? Уже, біраз уақыт өтіп кетті. Жолдасыңыз сонда қарамай ма, сонда сізден сұрамай ма, айналайын, ана штрафты төлеу керек еді ғой, берсеші, мен өзім барып төлеп қайтайын деп. Жұмыста болады ғой, кеш келеді, түнде келеді, азанда шығып кетеді, мен қағаз беріп қойым қолына, кейде ұмытып кетеді, ұмытып кеттім дейді. Бірақ өзімде кінәлі болып тұрмын, білемін оны. Обязательно андай қыламын, бүгін төлеймін соны. Міндетті түрде төлеймін оны. Жақсы, мен сіз дұрысып отырған жоқпын, Жанар. Сіз дұрыс түсініңіз. Қазір осы тұста сізге негізі құжатыңызға 100 мыңнан сәл астам ақша қаражат керек болатын. Халыққа алғысымыз шексіз, мың рахмет. 790 мың, 800 мыңға жоқ ақша жиналды. 790 мың. Қазір маған нақты сомасын айтып отыр. 830 мың теңгесі қалды қазір. Қараңыз. 300, кешірім өтем. 790 мыңнан 380 мың қалып отыр. Қазір сізге деп жинаған ақшадан 380 мың қалып отыр. Бірінде 90 мың керек дедіңіз, 40 мың керек дедіңіз, 100 мың керек дедіңіз, бірде 70 мың керек дедіңіз. Мен қазір нақты барлығын бүйтіп нететін емес. 790 мыңнан 380 мың қалып отыр. Қайда жұмсадыңыз? 410 мың. Сол жаңа айттым ғой, паспорт. Мен сізден қараңыз, Жанар, мен сізден не үшін сұрап отырмын? Өйткені біз халықтан жинаған ақшаға біз есеп беру керекпіз. Ертең мен қаламаймын. Кел татуласайық бағдарламасы не істеді? Мейлі біреу 10 мың жіберсін, біреу 100 мың. Бір теңгенің өзіне де біз жауап беру керекпіз. 410 мың ақша қайда жұмсалды? Сол айтып тұрмын ғой, ана не дейді, күтпеген жағдайда болады да. Например, мен ойлағам, балама тек қана паспортқа тапсырам барып. Прописка мақұл тегін болды да, арасында андай не дейді, согласие нотариусқа кіруге мелочный нәрсе кетіп қалады, согласияға нотариусқа беріңіз дейді, олсыз болмайды деп. Майда шудаға кетіп қалады анам ақшада. Таксимен жүргеніңіз бар, ертерек бітсін деп. Содан? Ертерек ускорение қылып беруге де қосамыз, оған да ақша береміз, ертерек істеп берсін дейміз. Соған кетіп қалған ғой ақша, былай қарағанда. Қараңыз, өткенде сіз балаңызға туу туралы куәлікті соны алу үшін 70 мың қаражат сұрадыңыз, иә? 70 мың қолыңызға берілді. Алайда негізі туу туралы куәлікті алу тегін. Қайда жұмсалды сол ақша? Ол ақша тегін болғанмен мен не дейді, больницаға да айтады маған, ертең келіңіз, арғы күні келіңіз дейді, бір қағаз жазып беруге, бір печать ұрып беруге де. Қай аурухана? Қараңыз, Жанар, сіз біздің бағдарламадан барғаннан кейін сіз нақты айту керексіз. Мен 31-ші арнадан келіп отырмын, кел татуласайық бағдарламасынан. Сол үшін менің уақытым жоқ, мен ертең эфирге шығу керекпін. Не үшін мен ертең немесе арғы күні келу керекпін? Қазір неге жазып бермейсіз деген сұрақтарды қоймайсыз ба? Қойдым ғой. Райсоветке де бардым, мен осы бағдарламаға шығып жатырмын деп. Өткенде бір тәтеде көрді мен бағдарламаға кеп отырғанымда. Ол да айтты. Сіз маған бір видеосын көрсетіңіз. Қараңыз, Метркемен аурухананың қандай қатысы бар, байланысы бар? Енді былайда мен райсоветке бардым, бірінші тілдігім, сояққа бардым да.
мен балама даже ешқандай запрос жіберілмеген компьютерде. Бала туды тұрған ешқандай. Мен түк түсініп жатқан жоқпын. Жоқ, қараң, райсоветке бардым да, бір қағаз берген маған больницада. Ол қағаз қате қағаз. Ол қағаз оқса, бала өлді деген сияқты жазылған екен да. Сонымен қараңыз, Жанар. Сіз қаражат түскен кезде 100 мың бір алдыңыз, 120 мың бір алдыңыз. Одан кейін 30 мың теңге тағы да алғансыз, иә? 250 мың. Одан кейін 70 мың бір алдыңыз құжаттарға деп, одан кейін тағы да 70 мың сұрадыңыз. 390 мың болып тұр. Тағы да 20 мың теңге Мадинаның ұлына бергім келеді, қосамын деп алғаныңыз бар екен. Сонымен 410 мың теңге ақша жұмсалды. Біткені сіз паспорт алдыңыз, балаңыздың несі, метркесі тағы да паспорт заграничный. және де тағы да бір паспорты бар. Бүйтіп қарап тұрсақ, негізі шын мәнінде тек құжатқа болса, мұнша ақша кетпейді. Сіз, енді жолыңыз бар, дұрыс айтасыз. Алайда біз жинаған қаражатты сіз ертең қазір құжаттарыңызды жасап, сонымен қатар Өзбекстан Республикасы Ташкент қаласына барып қызыңызды алып келуге жұмсау керексіз. Енді қазір қалып отырғаны 380 мың қалып отыр. Бұл енді сіздердің жолдарыңызға, сонымен қатар барғаннан кейін ертең адвокат жалдайсыз, жататын жеріңіз бар, тамақтарыңыз бар дегендей. Сол нәрсеге жұмсалу керек. Білмеймін, бұл қаражат қаншалықты жететін, жетпейтін. Қалғанын өздеріңіз енді жеткізесіздер. Қайда жұмсалды деген сұрақтар келіп жатыр. Сол үшін сіз айтсаңыз енді осыны. Өйткені біз халыққа есеп беру керекпіз, әрбір тиынға. Өйткені мен өткенде айтқанмын, басына келгенде 100 мың теңге керек паспортқа деп. Мен есеп, даже мен алдыңғы журналистім Айбар аға еді, Айбар аға екеуміз есептесіп, даже 100 мыңға да жетпейді, 93 мың теңге деп есептегенбіз де. Бірақ ол кезде мұны ценасы көтерілген ба, өздері қосқан ба, білмеймін, ол жақтышы мұны қазіргі одан кейін көтеріп жіберген ғой, 100 мыңнан аса болып кеткен. Қанша болды бұл? Асып кететін болды мен ары бері жүре беріп. 114 па сондай да. Оның арасында нотариусқа $70, да $260 деп тұр. 114.400 теңге. Жақсы, мейлі, 93 мыңнан көп емес екен, ары қарай. Одан кейін нотариусқа да бергеніміз бердік. Білмеймін, тағы кетті ғой документке. Бірақ мына паспортқа қалған қаражатын толық осыған кетті, жүгіріп ары бері. Метрке 70 мың теңгені, оны біз метркені алдық та, жолға кетіп қалған. Жолға кетті, Жолға кетті, иә. Жоқ, қараңыз, Жанар. Түсіндім мен. Жанар, сізден, мен наған жұмсадыңыз андайымда деп мен сізден сұрап отырған жоқ, бұл көрермендерге есеп беру ғой. Сіз қазір ыңғайсызданып отырсыз. Жанар, сіздің де жағдайыңыз мәз емес. Түсінем, өткенде мысал денсаулығыңыз болмай қалды, балама сүтім шықпай қалды дедіңіз ба, сонда бір нәрселерді айттыңыз. Былайша айтқанда, құрметті көрермендер, сіздер берген қаражаттан Жанар өзінің жеке басына, яғни отбасына, тамаққа, баласының киімі өткенде расында да алып келген кезіңізде суықтан мен өзім жаным ашып кетті. Балаңыздағы киімі үстіндегі қанша айлық? 6 айлық. 6 айлық. Жұп-жұқа киіммен келіп отырғаннан кейін менде айтқаным бар, балаңызға бір киім алсаңызшы деп. Былайша айтқанда сондай нәрселерге ақша жұмсалды. Жанар қазір ыңғайсызданып, қысылып, соны қалай жеткізерін білмей отыр. Мен ашық айтайын, осындай жағдай болды. Айыпқа бұйырмайсыздар. Құжатқа деп жиналған қаражаттан енді жағдай мүмкіндігі болмағаннан кейін бұл кісі отбасына тамаққа және киіміне жұмсағаны рас. Айтыңыз. Қысылмай, Жанар, айта беріңіз. Бұл сіздің ақшаңыз. Біз тек есеп беру керекпіз, мен соны айтқым келіп отыр. Нан деген сүт бар ғой, ең қымбат қой ол. Соның тағы да бір түр бар, одан да қымбат 5 мың тұрады, 4,5 мың тұрады. Бір көршіміз бар, қазір көшіп кеткенбіз, квартирада бірге тұрғанбыз. Ол да доктор да, балдар қарайды екен. Сол менің жағдайымды көріп, даже арзан нанданам, арзан түрде сатты да маған 2200 теңгеге. 2200 теңге даже нанның андай көгімді аламайсыз да, фиолетовый түсті бар ғой, сондайды маған арзанға мен просто көбірек алып алдым да, мен оны ше, ертең ақша болады, болмайды. Дұрыс айтасыз. Балам үшін оны. Жанар, бұл жиналған қаражат тағы да айтайын, құжаттарыңызға және де балаңызды алып келуге арнайы сұралған ақша халықтан.
арасында енді мүмкіндік болмағаннан кейін бұл кісілер тамақ ішу керек, жеу керек, кию керек, жүру керек, сол нәрсеге де жұмсалған. Жанар, ода тұрған еш нәрсе жоқ. Мынау сіздің қаражатыңыз, сізге деп жиналған ақшаны қалғанын біз толықтай қолыңызға ұстатамыз. Жарай ма? Ыңғайсызданбаңыз, бәрі дұрыс. Бұл кісі өзінің үстіне жеке нәрсеге жұмсаған жоқ, баласына, тамаққа. Тіпті аяғында киіп отырған етікті де өздеріңіз көріп отырсыздар. Біраз уақыт киілген, тозығы шыққан етік. Айыпқа бұйырмаңыз, ренжімеңізші, мен бұл енді есеп болғаннан кейін осындай нәрселерді айтуға мен мәжбүрмін. Жанар, бәрі жақсы болады. Бұйыртса қызыңызды алып келесіз, жағдайларыңыз жақсы болады. Аллам көмектеседі, үйлі жайлы боласыздар. Иә? Болды, жыламаңыз. Қазір сіздің әпкеңіз Ташкент қаласынан қоңырау шалып отыр екен. Сол кісімен сөйлесейік. Алло, сәлематсыз ба? Есімі кім? Гүлмира. Гүлмира. Саламатсыз ба, Сахи мырза? Сәлематсыз ба, Гүлмира, амансыздар ма? Гүлмира? Мен бұл Жанардың нағашы әпкесі боламын. Нағашы әпкесі, тыңдап отырмыз. Бұйыртса жақын арада сіңіліңіз барады. Иә. Мен бұл Жанардың қызын, Феруза қызды қарағанмын, былтыр қыста қарадым. Мен өзімнің үйімнің несіменен, проблемаларымен Алматыға жұмысқа кететін болып қалдым. Алматыға жұмысқа бір айға барып келсем, о ағасының қолын тапсырып кеткен едім. Ағасы мен қайтқанша детдомға тапсырып жіберіпті. Мен бұл жерге келгеннен кейін қатты ренжідім ағасынан. Енді ләзімі жоқ. Тапсырып жібергеннен кейін жыладым, сықтадым. Туған туысқандарыммен сөйлестік. Ешкім білмеген оны тапсырып жібергенін. Ол ағасы ешкімге айтпаған. Ол ана өзбек қызға үйленген, соның тіліменен тапсырып жіберген. Мен ол жаңағы Жанардың ағасы жиенім болады ғой. Жиенімнің өзімен араласамыз, өзбек әйелімен араласпаймыз біз. Енді не дейміз енді, өздерінде проблема болған шығар. Енді ол Бауыржанды мен кінәлай алмаймын, ол да бақытты болу керек енді. Өздері жетім өсті бұлар. Енді дегенмен Жанарам жетіп жүрмеген еді, жұмысқа барған еді ол жаққа. Әйтеуір алдында адамның не күтіп тұрғанын білмейді екен адамзат. Мына жалғанда. Енді көмектескім келеді. Баланы сол кезде мейлі бардыңыз, қайтып келдіңіз Алматыдан Ташкентке оралдыңыз. Сол қызды қайтып алуға әрекет жасамадыңыз ба? Жоқ, мүмкіндік жоқ. Мен Бауыржанмен хабарластым. Бауыржан бермейді сізге, тек қана анасы кесе береді. Сіздің ақыңыз жоқ бұны алуға деп жауап берді маған телефонда. Жақсы, түсінікті. Енді қараңыз. Бермеңізді, әуре болмаңызда деді. Жақсы, түсіндік. Гүлмира, енді қараңыз. Ертең бұйыртса біраз күнде сіңліңіз барады. Жиеніңіз ғой енді сізге, иә? Жолдасымен барады, кішкентай баласымен барады. Сол кезде қандай жәрдем бересіздер? Қалай күтіп аласыздар? Осы жағынан жауап тыңдасақ. Ертең бізде мына жақта отырып, уайымдап отырмайық, жібердік, халықтан ақша жинап кетті, хабар жоқ, ошақ жоқ, жәрдем беретін ешкім жоқ, алып кеткен ақшасы жетпей қала ма деп. Қандай жәрдем бересіздер? Енді мен азыр үйде өзім жалғызбасты ана сапталамын. Бір ұлым, бір қызым екеуі де Алматыда жасайды. Бір өзімнің жолдасым қайтыс болған. Қазір бір үйде бір өзім жасайтын жалғызбасты әйелмін қазір саптағанда. Мен Жанарға не жәрдем бере аламын? Жанарды күтіп алуым мүмкін, үйге алып келіп пропискаға отырғызуым мүмкін, адвокат тауып ары бері жүруім мүмкін. Осының қасында әйтеуір қолқанат болып, не айтса айтқанын қылып, баламды қара десе баласын қараймын, баламменен бірге жүресіз десе бірге жүремін. Сол Жанардың айтқанын қылып, сол менің көмегім енді. Үйімде қонақ болады кеткенінше. Басқа не жәрдем бере аламын енді мен? Жақсы, түсінікті. Гүлмира, негізімен мүмкін деген нәрсені естісем, мен өзімде не пайда болады да? Күмән пайда болады, күдік пайда болады. Сол үшін мүмкін емес, барғаннан кейін барлықтарыңыз бірігіп жәрдем беруге жәрдем беріңіздер. Сіздердің де бауырларыңыз. Айдаладағы біздер қаншама халық жәрдем беріп отыр, сол үшін сіздер де міндеттісіздер, барғаннан кейін жақсылап күтіп алып, қолдан келгенше бүткіл мәселесін шешуіне жәрдем беріңіз. Мен сөзім тыңдаңызшы, мен өзім үшін жауап бере аламын. Мен туған туысқандар басқалардың атынан жауап бере алмаймын.
тек қана өзім үшін жауап бере аламын. Жақсы, түсінікті. Анадан бір тумақ бар, бір жүрмек жоқ дейді. Өте дұрыс айтасыз. Өзінің семьясы, өзінің проблемасы. Жақсы, түсіндік. Хабарласамыз Мен онда өзім бізде. жәрдем беремін. Жақсы, рахмет, көп рахмет. Қазір бізге қоңырау шалып отырған бір кісі бар. Есімі Жаппар. Ол кісі сіздің жолдасыңыздың ағасы, иә? Сол кісімен қазір байланыстамыз. Жаппар, ассалаумағалейкум, Жаппар аға. Алейкум ассалам. Саламатсыздар ма? Аха, аманбыз. Иә, тыңдайық сізді. Не қатты Жаппар, сізді телефон қылады деп күтіп отырған, телефон қыластан. Иә. Не айтыңыздар? Сұрауларыңыз бар ма? Мен еттім. Жақсы, қазір былай жасайық онда. Сіз Жанармен, сіздің ініңіз, яғни Жанардың жолдасы, Өзбекстанға барады. Соны жәрдем берем деп айтқан екенсіз, иә? Соны біз білгіміз келіп отыр. Адвокат жағынан. Да. О, Жанардың немесі өмір жолдасы дейді ғой, өмір жолдасының інім болады, інімнің баласы болады. Бұлар Сарашқа тұрады, мен Ташкент қаласында тұрамын. Значит, олар кешегенде маған звондады. Мен айтып келіңдер дедім, менің жолдас болдарым дейді. Не қылса бір адвокатурадан жәрдем береміз. Жолдығын түсіндіреміз. Не қылса болады, көп тездетпеге әрекет қыламыз. Мен шын айтайын, түсінген жоқпын. Қобалжып сөйлеп жатыр ғой. Қобалжып тұр ма? Иә, қобалжып тұр ғой. Бірақ дауыс сондай емес. Не айтты қазір? Сіз түсіндіңіз бе? Түсіндіңіз ба? Мен айтып жатыр. Агапқа келсе біз көмектесеміз, жәрдем береміз. Аха. Адвокатқа тауып береміз. Ана, неме дейді, немеге беттон қоям бар, оларды сөйлесіп. Аха. Жақсы, арзан бағаға жәрдем береміз деп отыр ғой, адвокат тауып беріп. Арзан бағаға тауып береміз адвокатты. Жақсы аға, рахмет, көп рахмет. Аман болыңыз, күтіңіздер. Енді жақсы, келе берді, біз күтіп аламыз, жәрдем береміз. Болды, ой, бәрекелді, қандай керемет. Болды, онда біз уайымдамаймыз, жақсылап шығарып саламыз. Рахмет аға, сау болыңыз. Атаға үлкен рахмет. Негізі қатты қобалжып тұр ғой. Кешегенде мен күйеуімен сөйлескенін естім. Анық-тынық қылып әдемі сөйлеген да. Өзіңіз айтып түсіндіріп беріңізші, не жәрдем берем деді, не айтты? Бізге айтты, келсеңдер, Құдай қаласа Алла бұйыртса келсеңдер, андай маған айтты да, сен өзің кел, күйеуіңмен өте алсаң егер, бірақ балаңды ата-енең үйінде қалдыр деп тұр маған. Өйткені сенде ведомствоң жоқ, ЗАГСтерің жоқ, сен қайтып өтамай қаласың мына жаққа деп жатыр Қазақстанға. Өйткені егер балаң Қазақстанда қалса, метркесін аласың, менің балам бар, арғы бетте, мен кетуім керек деп маған айтқан. Қайтуыңызға мүмкіндік бар. Жол көрсетіп тұр да, қалай істеуіміз. Өйткені досы бар екен, заңгер. Осылай істеу керек деп айтып тұр ғой, бізге сосын айтып тұр. Сен уайымдама, мен балалар үйіне барамын, сөйлесемін, директормен ускорение не дейді. Егер уақыт аз қалған болса, мен тағы да ұстап тұрамын оның уақытын деп жатыр да. И адвокат жағынан уайымдама дейді. Мен сенің қызыңның полын содан шығарып өзінің қолыңа берем деді. Жақсы, түсінікті болды. Солай айтты. Қызғалдақ. Рахмет. Негізі мен мына жерде мынандай ой болып отырды. Тахир мырза, негізі туысқан жаңа өлімде сосын тойда ғана керек дейді ғой. Осыған дейін Жанар 2 ай ма 3 ай ма отырдың сен, иә, осында. Отырып жаңағыдай не қылып көмек сұрап келдің да. Енді саған бүкіл Қазақстан болып қомақты ақша жинап, былайша айтқан кезде саған көмегін беріп, жаңа қызыңды алып келуге, документтерін жасап алуға жаңағыдай көмек берілді. Неге осыған дейін туысқандарың бір рет хабарласып эфирге немесе өзіңе көмектесуге болатын еді? Егер де тыңдай тұршы, егер де жаңағы әпкең айтып жатыр, осы жаққа келсін, біз үйтіп береміз, сөйтіп береміз деп, енді мына кісі звондап жатыр да, мен дейтін жаңағыдай детдоммен сөйлесіп беремін, мен адвокат тауып беремін деп. Неге осыған дейін қимылдамады туысқандарың? Енді ақша жиналғаннан кейін барып қимылдап жатыр да? Жоқ, қара, енді қызғалдақ. Бір нәрсені айта кетейін, қоңырау шалған қазір Жапар деген кісі, бұл кісі Айгерімнің, кешірім өтінем, Жанардың жолдасының қазір күйеуінің туысқан ағасы болып келеді.
бұл кісіні қазір бұл әңгімеге араластырудың қажеті жоқ ау деп ойлаймын. Мен ойладым бұл кісінің өзінің Жоқ, ағасы жоқ, мен екен деп. айттым ғой жаңа, Жанардың күйеуінің ағасы. Жарайды, енді бұл Туысқан кісіден ағасы. басқа жаңа өзінің әпкесі де звондап жатыр ғой, соған таң қалып отырмын да. Осыған дейін көмектесуге болатын еді ғой. Жоқ, неге осыған дейін неге хабарласпады? Осыған дейін бұл кісіге береді. Жаңағыдай осыған дейін отырды ғой, бұл кісі ақша жинамасқа дейін отырды. Айтып тұр ғой, ол жерде біз бардық, оның мамасы келу керек, өзі келмесе сізге бере Жоқ, алмаймыз. Динара қызды сіз деп айтып түсінбедіңіз. тұр. Мен айтып тұрғаным, осыған дейін неге бір рет болсын хабарласпады? Енді жаңа Қарақалпақстанға барайын деп жатқан кезде звондап жатыр ма дедім. Екеуі, екі жақтағы, может, хабарласып тұрған шығарсыздар Енді тыңдайық, жауабын тыңдайық. шығар. Қызғалдақ айтты, Жанар айтсын. Былайда Қызғалдақ, мен әпкеме хабарласып тұрды. Мен енді не істеймін деді, маған папкаға қойып бересіз бе деп айтып нақтылай. Бұлар іс болды, өтті, кетті, кек сақтамайық, Алла Тағала кешірімді. Мен де мақұл, бәрін мен ешкім кінәламаймын, ағамды кінәламаймын, мақұл деймін. Менің бір ғана ниетім қызымды аман-есен қолыма алу болды. Мен қайта қозғап, сіз үйттіз, сіз бүйттіз деген уже пайда жоқ маған уже, ол әңгімені айтуды. Мен ғана бір ғана қызым қасым алсам болды. Мен 3 жыл болды көрмегенім уже. Бәрін ұмыттым, бәрін кешірдім. Ағама да кешірім сұраймын. Ағама да уже болды. Болар іс болды, бояу сынды уже. Мен қызымды аман-есен алсам болды. Одан кейінгі маған кім көмек береді? Ал айтыңыздаршы, мен шықтым әпшеме. Сол осы ғана әпше маған саған көмек беремін. Жарайды, Жанар, кешірші мен деп айтты маған. Қызыңды қолыңа алып береміз деп бәрі айтып жатыр. Содан кейін мына күйеуімнің атасы да айтып тұр мұны. Қазір бізге қоңырау шалып отырған көрермен бар екен, есімі Гүлмария, Алматы қаласынан қоңырау шалып отыр. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сақин мырза. Менің Жанарға айтатыным бар еді. Айтыңыз. Жанарға менің айтайын дегенім, жаңа 380 ақша қалды дедіңіз ғой. Иә. Сол ақшаны ертең Өзбекстанға барған кезде, қарасқан кезде ысыраптамай, жақсылап, жұмсап, сөйтіп бармаса, Жанар ақшаны жеткізбей, уақыттап жұмсап баратын болса, баласын да ала алмай қалады. Соны мен күнімен көріп отырмын, қанша ақша кетті, документтің өзіне қанша ақша кетіп отырыпты ол. Ол ондай документте ондай ақша кету мүмкін емес ол. Мысалы, ол енді баласына несіне деп жұмсап жатыр ғой енді. Енді қалған 380 мың ақшаны деймін, менің жаным ашып айтып отыр. Өзбекстанға баратқан кезінде сұрақтамай, жақсылап, жұмсап, барып, сөйтіп алса ол ақша жетеді. Баласын алып қайтуға да бәріне де жетеді. Мен жақында келінім барып келді, 100 мың теңгеменен арқайын барып келуіне болады, жетеді. Мен соны Жанарға айтып отқаным, сұрақтамай, ақшаны жақсылап, жұмсап, барып, балаңызды алып бассаңыз, адвокатыңа да бәріне де жетеді ақшаңыз. Бәрекелді, соны жақсы. айттым келіп жаныма. Рахмет. Рахмет, Гүлмария апай, түсіндік. Рахмет, сау болыңыз, аман болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Енді бұл жанашырлықпен айтып отыр ғой бұл апайымыз. Егер дұрыстап жұмсасаңыз, керек нәрселерге жұмсасаңыз, сізге жету керек бұл ақша. Барып алып келуге, қызыңызды алып келуге жетеді. Енді халықтан жиналған қаражат болғаннан кейін біз бұл кісілердің де айтқан ойларын тыңдау керекпіз. Түсініп отырсыз ғой? Егер мен өзімнің қалтамнан шығарып беретін болсам, мен айтатын едім, мен де сұрайтын едім. Айтатын едім, айыпқа бермаңыз, бірақ енді мына қалған ақшаны дұрыстап орынмен жұмсаңыз деп. Солай ғой? Ренжу болмасын бізге. Жоқ, ренжімеймін. Сіздер қайда мені ренжімеңіздер. Жоқ, бар Мен дұрыс. жылап қалды да қорқым келмейді. Просто уже қалай айтсам екен, қиналып кеттім да қызым. Енді мен тек қана мақсадым мен киінуді емес, мына ақшаға дашы. Начало қызымды алып алайын, аман есен қолыма алып, сол қалған ақшаны мен қызыма 3 жыл қызым қасында болмадым да, өзімді кінәлап жатырмын. Сол қызымның жағдайын істеп алайын деп жатырмын. Алатын заттар көп қызыма. Иә, дұрыс айтасыз. Ең басты қызыңызды алыңыз. Жету керек, иә. Енді жолға қашан шығайын деп жатсыздар? Ниет бар ма? Дүйсенбі күні қолыма алам, балам паспортын. Соны алғаннан кейін жолға шығамыз, Алла бұйырса. Біз ойлағанбыз ғой, самолетпен етірақ барсақ екен депші, сөйтсек қымбат болып жатыр. Енді автобуспен де бара береміз, енді амал жоқ. Ақша қарап кішкене. Әрине, қазір шашылудың қажеті жоқ. Бір күн уақыт кететін шығар енді. Иә. Бірақ жолдарыңызға... Дүйсенбі күні алсақ, вторник күні сразу жолға шығамыз, Алла бұйырса. Может, дүйсенбі күні сразу жолға шығамыз. Кіммен шығайын деп жатырсыз ол жаққа?
жолдасым, балам, үшеуміз ғой. Үшеуіңіз. Балаңды қалдыр дейді, мен қалдыра алмаймын. Мен бала сағыныш қандай екенін көріп жатырмын да. Баламен өте аламын ғой. Микрофон. Қанша апайымыз айтты? Түсіндіріп айтқансыз ба? Балаңды тастап кет, ол енең қолында ғой. Әйтеуір ол сен 1-2 айда, бұл айтады 6 айға созылып кетсе дейді. Ол 6 айға созылғанда да постоянно күнде барып отырмайды эфир сияқты. Ол айына 1 рет бола ма осы сот, 2 айдан 1 сот бола ма, сол кезде келіп кетуге болады. Сарыағашта тұрады, шекараның ортасында. Көп болса 2-3 мың теңге өтеді. Ол жерден талай өтіп жүрміз ғой. Өткізе бермейді ғой карантинде. Өткізеді. Загранпаспорттың артына печат басып береді, шыққанға да кіргенге де. Түсіндім. Қалған қаражат 380 мың. Қолыңызға қазір бағдарламадан кейін ұстатамыз ол ақшаны. Дүйсенбі күні құжатыңызды алыңыз да, содан кейін жолға шығатыныңызды міндетті түрде бізге бір ескертіп айтыңыз, иә? Сол жақтан біз сізбен хабарласып тұрамыз. Жақсы. Халыққа айтайын дегенім. Ісіңіз тірлігіңіз оңынан болсын. Рахмет. Баршаңызға рахмет, үлкен рахмет сіздерге. Алланың нұр жабысын. Сіздерге де үлкен рахмет. Кешіріңіздер, айып етпеңіздер, ренжіткендерім болды сіздерді. Жоқ. Ешқандай ренжі жоқ. Бәріне рахмет айтамын. Сіздерге де үлкен рахмет. Маған сөздің өзі маған күш берді, қолдаудыңыз өзіне күш берді маған. Рахмет сіздерге, бәріңізге рахмет. Алладан қайтсын, мінесі қайтсын. Біздің де тілегіміз сол. Балаңызды аман есен қолыңызға алып келіңіз. Бұйыртса, сондай жақсы хабарды күтеміз. Шығарып салайын мен сізді. Жақсы, сау болыңыз. Құрметті көрермендер, біз сіздермен енді ертең 15:00-де осы арнада Кел тату болсайық бағдарламасына жолығамыз. Қашанда жақсылармен тату болған сіздермен бірге мен Тахир Сұлтан. Сау болыңыздар.